Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұрлайым. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалу жолы өте оңай, құрамы қолжетімді, дәмі тіл үйіретін өте жұмсақ балды торттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге бал, қант, 4 жұмыртқа, сары май, жарты шай қасық ас содасы және де ұн қажет. Таза ыдысымызға балменен сары майымызды салып, баяу отта ерітіп аламыз. Майымызды ерітіп алғаннан кейін оның үстіне ас содасын салып, реакция болғанын күтеміз. Міне осылай көпіреді. Енді екінші таза ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып саламыз. Жарып салып болғаннан кейін үстіне қантымызды салып әбден араластырамыз. Қант пен жұмыртқаны араластырып алғаннан кейін оның үстіне дайын еріп тұрған майымыз бен балымызды құямыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыз, корждары мүлдем сынбайтын, сондай нәзік, жұмсақ болып шығады. Енді ұнымызды бөлік-бөлікке бөліп салып, араластырып, не сұйық емес, не қою емес консистенция жасап аламыз. Бұл торттың ерекшелігі қамыры оқтаумен жаюды қажет етпейді, қолмен ғана жая саласыз. Мінеки біздің қамырымыз да дайын болды. Қарап тұрсаңыз, міне не сұйық емес, не қою емес, сондай керемет консистенция шықты. Енді осы қамырымызды жаямыз. Пергамент қағазын осылай екі бөлікке бөліп, диаметрі 25 см болатындай етіп, осылай дөңгелек сызып аламыз. Оның үстіне 3 ас қасық қамырымызды салып, әдемелеп, онменен жайып шығамыз. Міне 3 ас қасық қамырымызды салдық. Енді үстіне електен өткізілген ұнды себеміз. Енді әдемелеп, қатты қалың қылмай, қатты жұқа қылмай, әдемелеп жайып шығамыз. Осы домалақ формадан сәл шетіне асырып жаямыз. Өйткені шетіндегі артық қамырлары кейін соңында тортымызды сәндеуге қажет болады. Осы балды тортты күнделікті шайға жасасаңыз да, немесе қонақ күткен кезде дастарханға қоюға жасасаңыз да болады. Дәмі сондай тіл үйіретін, өте жұмсақ болып шығады. Және де құрамы өте қолжетімді. Барлық үйдегі бар затпен жасауға болады. Міне осылай жайлап, әдемелеп жайып шығамыз. Видеоны соңына дейін көріңіз, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Мінеки қамырымызды жайып болып қалдық. Енді осы қамырларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 5-10 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Қатты күйдіріп жібермеңіз, сәл қызартып пісіріп алсаңыз болды. Мінеки біздің корждарымыз пісіп дайын болды. Енді диаметрі 25 см етіп кесіп аламыз. Ал шетіндегі артық қамырларын сыртын сәндеуге алып қоямыз. Осылайша барлық корждарын кесіп аламыз. Менде барлығы 6 корж шықты. Өстіп дөңгелектеп кесіп аламыз. Қарап отырсаңыз видеоға, міне корждары мүлдем сынбайды, өте жұмсақ, керемет болып шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіз, бір жасағаннан шығады, міндетті түрде. Мінеки біздің корждарымыз дайын, крем дайын. Енді тортымызды жинаймыз. Әр корждың арасына 5 ас қасық қайнатпалы кремді салып, жағып алып, әдемелеп тортымызды жинап шығамыз. Менің осы YouTube каналымда қарасаңыздар, осы кремнің рецепті бар. Осылайша әдемелеп бір тегіс қылып жағып шығамыз.
сөйтіп барлық корждарын жинап алып тортымызды әзірлейміз. Әр коржды қойған сайын осылайынан 5 ас қасық қайнатпалы кремімізді жағып шығамыз. Мінекей біз корждарын жинап болдық. Енді қалған бөліктерін блендерде езіп алып, сыртын сәндейміз. Егер де сізде үйде блендер болмаған жағдайда, целлофанға салып, оқтауменен жайып, езіп алсаңыз да болады. Барлық шетіне жеткізіп, осы езілген корждарды әдемілеп сәндеп шығамыз. Осылай шетінен бастап әдемелеп сәндеп шығамыз. Одан кейін бетіне себеміз. Бетін өз қалауыңыз бойынша сәндесеңіз де болады. Шоколадпен, болмаса құлпынай, малина, жеміс-жидектермен сәндесеңіз де болады. Мен бетіне еш нәрсе қоймадым. Үйде жеміс-жидек болмағандықтан қарапайым, еш нәрсе қоймасаңыз да осылай да әдемі болып шығады. Байқасаңыздар, өте жұмсақ және де биік болып шықты. Осы дайын болған тортымызды холодильникке 3-4 сағатқа қалдырып қойсаңыз, кремі сіңіп, сондай жұмсақ болып шығады.